Осы аптада 20 мамыр күні ең мықты күн ғаламшары егіздер белгісіне өтеді. Құрметті егіздер, келіп жеткен туылған күндеріңізбен. Егіздер белгісіне келіп өмір сүйгіш, өмірді бір жақсы көрсем білсем екен деген адамдармен қарым-қатынасыңыз өте жеңіл, әдемі бір көпірлер құра білетін халге түсеміз. Барлығымыз тегіс егіздер ғана емес, жер бетіндегі бүкіл адамдар. Себебі ай ең мықты, тез жылдам қимылдайтын, әр 2,5 күнде өзінің орнын ауыстыратын белгі болып табылады. Ай біздің бүкіл эмоциямызды, сезімімізді білдіреді. Барлығымыз осы қалыпта боламыз. Одан соң 21 менен 22 мамыр күні ай белгісі сарышаян белгісіне өтеді. Бұл жерде біз енді бір драма, күмән, адамдар тексерсек, көрсек, білсек, мен сүйемін, маған қарым-қатынасым қандай, өзгелердің маған көзқарасы қандай, мені сыйлай ма деген сияқты бір кішкене кризистер арқылы осындай халге түсетін боламыз. Ал одан соң 23 мамыр күні айдың толуы болады мерген белгісінде. Тағы да біз мерген секілді бүкіл адамдар тек мерген ғана емес, барлығымыз сондай халге түсеміз. Және осы кезеңге дейін кіммен сыйласып келдік, қандай қарым-қатынаста жүрдік, қандай адамдармен. Егер сол жерде көңіліміз толмайтын болса, сол жерден өзімізге бір ресурс алмайтын болсақ, өзімізді нашар сезінетін болсақ, солармен қарым-қатынасты үзуді және өзіміздің бір мамандығымызға, өзіміздің бір арманымызға көңіл бөлуді жөн көретін боламыз. Өздеріңіз байқап көріңіздер. Өздеріңізді сыйламайтын орталар болса, сіздерді бір жақсы көрмейтін орталар болса, немесе адамдар бар болса, жарларыңыз бар болса, немесе жігіт қыздарыңыз бар болса, сол жерлерді үзіп, себебі ай толғанда үнемі құпиялар ашылады, көзіңіз ашылады осы кезеңге дейін, қой деп келген бір қарым-қатынастар бар болса. Себебі жиналып келеді, концентрация енді соны үзбесеңіз, тоқтатпасаңыз, өзіңізді нашар сезінетін боласыз. Өзіңіздің денсаулығыңыз, өзіңіздің көңіл күйіңіз түсетін болады. Депрессияға жол беретін боласыз. Сондықтан сіз сол қарым-қатынастарды үзетін боласыз. Және одан жеңіл түрде шығып кетесіз. Ол жерде міндетті түрде конфликт болады деген сөз емес. Енді тек қана фокусыңызды басқа дүниеге қарай аударатын боласыз. Бір ел жер қыдыруға, бір оқуға, өзіңізді бір дамытуға, өзіңіздің бүкіл жаңағы өміріңізді, немесе шашылығыңызды, тіпті фамилияңызды өзгертуге бел буатын боласыз. Және содан өзіңіз бір жеңілдеп қаласыз. Әсіресе ай толып 24-25-нен бастап өзіңіздің бір мамандығыңызға көңіл бөлесіз. Осындай бір күйге кешесіз осы кезеңде. Себебі ең мықты Марс ғаламшары тоқты белгісінде тұр. Қаншалықты болады енді? Жоқ, бұл маған болмай дегенде бір шешім қабылдайтын боласыз.